Кырым талебелері үшін монастырларға бармақ, папазларны зиярет етмек ве атта ажылыққа бармақ мечбури олачақ. Путиннің папазы шымды исе Кырымда православ келсесінің Русия темсілжісі Тихон тесырыны балаларға кеңлештірмеге істей. Рус тешвиқатының ресми менбасы олған РИА Новости сөзде Кырым метрополиясының елбасшысы Владимир Кашлюкның сөзлеріне таянып, 5 ве 6 сыныфларда енді Русия медениетінің дини маневи esaslarını, 4 сыныфларда есе дин медениеті esaslarını öğreткенлеріні язам. Талебелеріні рус келеселеріне алып баражақлар. Малюм олғаны үзре бұл келеселер рус дүниясы ғайлеріні тешвиқат еті. Балаларны айны заманда Херсонеске алып бармаға да планлаштыралар. Бұл ерні Путиннің емірінен Тихон рус Меккесіне чевермеге істей. Я член президентского совета по культуре, патриаршего совета по культуре, президентского совета по культуре. И Владимир Владимирович поручил мне продумать, что здесь можно сделать достойного, интересного. Belki de Тихон Керчекада Георгий Шевкунов Русия ортодокс келесесінде юн армияның бір бөлігіні yapmaға істей. Бойлыжы Кырым балаларының бейінлеріні сөзде ватан перверлік тербейлерінен толдырajaqlar. Айнен bu кыбы фаалиетнен о менім тарихым деп адландырылған лейхасында оғрашайды. Она о 20 миллиард рублей масраф етті. Кырым işgaленің эпысы yılları devamında Тихон Рус Мудафа Назирлігіyle beraber kanunsuzca Херсонес қорғында иншаат işleri yapam. Оны о русларның ортодокс бөлігі yapmaға істей. Что такое Крым был в Древней Греции, Византии? Колыма. Кырым федераль университетінде тынтувны ФСБ-нің құлы Александр Талиповның чақмасы ile керчеклештірділер. Дерс вақтында ичтимай ағларда Украинаға дестекні көзлегенлері үшін доцент Дмитрий Толстенконы туттылар. Işgalciler ve оларның темсілжілері білдіргеніне көре, Ожа Украина силалы көветлеріне дестегіні білдірген видеолар яйынлайды ve оларға ватанпервер yazılar yazған. Иханечі Талиповның білдіргеніне көре, Толстенкоға қаршы екі протокол тізілді. Оларны Кырымның işgalci mahkemesi көзден кечіре. Белі олғанына көре, доцент Дмитрий Толстенко техник илимлер намзетідір. 2002 сенесінден Вернадский адына Таврия Milli Университетінде органик ve биология kimya кафедрасында çalıştı. Шымды ise сөзде Таврия Академиясында дерс берем. İşgalciler Kırım Tatar bir kadını FSB'ge mesajlarını getirmegeni için takip etmege başladı. Bu haqda Kırım Birdemligi Teşkilatı bildirdi. 25 yaşındaki Emine Zekeriyeva'nı işgalci memuriyetke sorguga çağırdılar. Anda ona karşı cinayi dava açılganı bildirildi. Ne için? Cinayet haqda haberdar etmegeni için. Sanki dersin Zekeriyeva 7 yıl evvelsi Suriye'de yaşagan ve Rusiyaga zarar bergen Arbi Teşkilatının azası olgan bir Ukraina vatandaşı kadın laf etken. Advokat Emil Kurbidinovның білдіргеніне көре, bu şekilde işgalci hakimiyet yaramada sakinlerini biri-birini çakmağa teşvik etti. Emine Zekeriyevaға açılgan cinayi davanın ise hiçbir kanuni temeli yoktur.